Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев жариялаған ғылым мен білім жылына арналған көрме бояулар мен пішіндер арқылы бейнеленген адамзат ақыл-ойына арналған ұран. Көрменің жетекші желісін қазақ болмысының рухани қуатын бойына жинаған дала тұлғаларының портреттері құрайды. Сейтмақан Қалмахановтың Әл-Фараби заманы атты триптихінде философиялық теңдік пен тарихи драматизм тоғысады. Мұнда жарық пен түнек, тағылық пен ағартушылықтың, надандық пен танымның арасындағы мәңгілік күрес көркем тілмен бейнеленген. Ұлы ойшыл Әл-Фараби ақыл мен адамгершіліктің үйлесіміне ұмтылысты паш ететін моральдық шамшырақ ретінде көрінеді. Ал оған қарсы тұрған рақымсыздық пен қараңғылық бөліктері дала рухының ағартушылыққа жету жолынан бастан кешкен сынақтарының көркем метафорасы. Бұл байланыс символикалық түрде натюрморт арқылы расталады. Онда қолжазбалар, кітаптар, саздан жасалған ыдыстар мен көрнекті тақталардың сынықтары үнсіз жанып тұрған оттың жарығында бейнеленген. Қолжазба ата-баба үні, әрбір кітап жадыны сақтау анты. Бұл жалын жоюшы емес, нұр шашушы от, білімнің ішкі сәулесі. Көркем әрі аллегорияға бай бұл туынды уақыттың сынағына төтеп беріп, ішкі жарығын өшірмеген мәдени мұраның метафорасына айналды.